زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Аллахтың қалауымен алдыңғы сабақта Алла субхана ва тағаланың жалғыздығын және бар екендігін бекітетін дәлелдердің бірін оқып біттік. Абдурахман ас-Саадидің сөзінен рахматуллахи алейхи. Ол кісінің келтірген дәлелдерінің бірі бұл Құранда келген логикалық дәлел, шектеу әдісімен келген дәлел. Аллах табарака ва тағала Құранда айтады: «Ам хулиқу мин ғойри шейин, ам хумул холиқун, ам халақус самавати вал ард, бал ла юқинун». Бұлар жоқтан пайда болды ма өздігінен, немесе өздерін жаратты ма дейді. Немесе олар аспандар мен жерлерді солар ма жаратқан дейді. Бәлкім олар яқины жоқ, яғни иман, яғни яқин, яғни берік сенімдері жоқ деп айтады Аллах табарака ва тағала. Бұны біздер айттық, бұны тақсиму ас-сабр ва тақсим деп айтады. Яғни шектеу әдісі деп айтады. Метод исключения орысшасы. Енді бұл ықтималдардың бірі, яғни дүниенің пайда болуының бірі, ықтималдардың бірі, дүниенің жаратылыстың осы дүниеде болып жатқан құбылыстардың пайда болу салдарының бірі, яғни үш қана салы болуы мүмкін, үш қана себебі болуы мүмкін. Бұл немесе олар өздерін жаратты. Бұл нәрсені біз алдында Абул-Фарадж Әл-Бағдади рахматуллахи алейхидің кітабынан келтіргендей, бұл нәрсе болу мүмкін емес. Себебі әлсіз нәрсе өз-өзін жаратылатын болса, онда кемел кезінде ол өз-өзін жаратуға күші, құдіреті көбірек болу керек. Бірақ алайда біздер қазір тәжірибе жөнінде көріп тұрмыз, адамдар өз-өздерін жарата алмайды, махлуқаттар, жаратылыстар өз-өздерін жарата алмайды деген сөзді Абул-Фарадж Бағдадидің сөзінен оққан едік алдыңғы сабақта. Екінші ихтимал, олар өздігінен пайда болды. Яғни бұл ықтимал қазір адамдардың көбісі осы нәрседе. Яғни дарвинизмнен кейін, және де жаңа атеистерден кейін адамдардың көбісі әлемнің пайда болуы осы заңдармен, құбылыстармен, бұлар айтады, бұл судфа дейді, кездейсойық болған нәрсе. Яғни өз-өздігінен кездейсойық келді, бір жарылыс болды, жарылыстан кейін осындай әдемі көрініс, әдемі жаратылыс, жер, аспан, өзендер, таулар, теңіздер, әртүрлі жәндіктер, өсімдіктер, күн, ай, аспан денелері осылаймен өздігінен кездейсойық пайда болды деп айтады. Енді бұл сөз негізі, бұл сөзді айтқанның өзі, осылай қылып айтқанның өзі бұл сөздің дұрыс емес екендігіне дәлел болады. Себебі біздер білеміз, бір нәрсенің жақсы түрде пайда болуы, яғни мухкам, мутқан, яғни ең сапалы, ең мықты, күшті түрде пайда болуы үшін оның жасаушысы ілім иесі, даналық иесі, құдірет иесі болу керек. Сондықтан мысалы қазір егерде айфонды өзімен өзі пайда болды деп айтсақ, ешкім оны сенбейді. Бірақ та сол адамдар осы 7 қабат аспан, 7 қабат жер, осы бүкіл құбылыстар, біздің ағзамыз, біздің яғни ағза жүйесі түгелі кездейсойық пайда болды деп сенетін адамдарға таңғаласың. Енді біз оны былай ақылмен айттық, бірақ та біздер оны яғни батыстың ғалымдарының сөзінен және де ықтималдылықты зерттеген математик ғалымдарынан солардың тарапынан, солардың көзқарас тарапынан қарап көрейік. Жалпы егерде біздер әлемді жоқтан пайда болғанын дәлелдейтін болсақ, бұл әлем осындай түрде пайда болуы бұл әлемнің жаратушысы бар екендігіне дәлелдеп алдыңғы сабақта өткеттік. Ал әлем
жоқтан пайда болғанына ғалымдар қазіргі кездің физиктары, химиктері, антропологтары бір ауыздан келіскен. 20 ғасырда бір ауыздан келіскен, және де бұл әлемнің басы бар. Яғни пайда болу басы, пайда болу нүктесі бар деп айтқан, және де бұл ғылыми факт болып есептеледі. Сондықтан биология профессоры және де Сан-Франциско университетінің деканы, сол факультетінің деканы Эдуард Лютер Кассел айтады, ғылым өзі оны сезбей әлемнің бастауы бар екеніне көз жеткізді дейді. Яғни әртүрлі ғылымдар, яғни физика, химия, геология, биология, бүкіл ғылымдар өздері оны сезбей, өздері оны байқамай, әлемнің бастауы бар екенін дәлелдеп берді деп айтып тұр. Және де басқа ғалым, яғни математика профессоры, Оксфорд университетінің математика профессоры Джон Леннокс айтады, бүгінгі күнде ғалымдар арасында әлемнің басталуы бар екендігіне келіспеушіліктер жоқ деп айтады. Яғни қазіргі заманның ғалымдарының арасында әлемнің басы бар екендігінде келіспеушілік жоқ дейді. Неге оны айтар? Себебі баяғы философтар, Аристотель кезінің философтары әлем мәңгі болып жатқан құбылыс деп айтқан. Не үшін оны айтқан? Құдайдың жоқ екендігі дәлелдеу үшін. Яғни егерде әлемнің басы болмайтын болса, яғни бұны бастаушысы да жоқ деп айтқысы келген. Бірақ та қазіргі химиялық, физикалық, антропологиялық, геологиялық, биологиялық ғалымдары бір ауыздан әлемнің басы бар екендігіне келіскен. Олар қалай дәлелдейді басы бар екендігін? Мысалы, геология ғылымда қазір сәулелендіру арқылы әлемнің қанша өмір сүргенін, қандай уақытта басталғанын бұлар айтып бере алады. Ал химияға келетін болсақ, химия ғалымы Джон Клевеланд Косран айтады, химия материяның мәңгі еместігін дәлелдеді деп айтады. Ол дегеніміз материяның басталуы уақыты бар дегенді білдіреді дейді. Химиялық эксперименттер материя бірден пайда болғанын дәлелдеді дейді. Яғни қазір білетін біз материялар, яғни мысалы Менделеев кестесіндегі элементтер бірден осылай пайда болды деп айтады. Яғни дамып, эволюцияланбады деп айтады. Бірден осылай пайда болғанын химия дәлелдеп берді деп тұр. Бұл химик ғалым айтып тұр, өзі айтып тұр оны. Арғара айтады, яғни бұлар жаңағындай материя бірден пайда болғанын химия дәлелдеді дейді. Және де ол жай дамып, яғни эволюцияланып пайда болмады деп айтып тұр. Және де ғылым бізге әлем пайда болу уақытында қазір белгілеп бере алады. Яғни әлем қашан пайда болғанын белгілеп бере алады. Жаңа геологиялық зерттеулер жүргізген ғалымдар сөйтіп айтады. Соған сүйенсек деп айтыр, кім? Джон Клевеланд Косран, яғни химик ғалымы айтады. Соған сүйенетін болсақ, бұл яғни материалдық әлем, біз көріп тұрған материалдық әлем жаралған деген сөз дейді. Яғни егерде әлемнің басы болатын болса, және де ол бір мезетте осылай пайда болған болатын болса, бұл деген сөз, бұл әлем жаралған деген сөз. Және де жаралғаннан бастап бұл әлем белгілі заңдарға бағынады деп тұр. Сондықтан кездейсоқ деген сөзді айтпасақ болады деп тұр. Яғни судфа, кездейсоқ болды, яғни әлем кездейсоқтан пайда болды деген сөзді айтпасақ болады. Сондықтан бұның бәрі жаратушының бар екендігін дәлелдейді деп жаңағы химик ғалым Джон Клевеланд Косран айтады. Енді астрономия ғалымдарына келетін болсақ, оларда әлемнің басы бар екендігін дәлелдеді. Қалайша? Олар күннің пайда болу уақытын белгілеген. Олар яғни шамамен 10 миллиард жыл бұрын пайда болды деп айтады өздері. Және де физиканың термодинамикалық заңдарына қарайтын болсақ, термодинамикалық заңдары қалай? Яғни бір дене өзінің ыстығын суық денеге береді. Суық денеге береді да өзінің бірақта ыстығын сөйтіп жоғалтады деп айтады физика ғылымда, термодинамикалық заңдары бойынша. Ал бұл суық дене қайтармайды дейді. Немесе өзінің суықтығын бермейді деген сөз. Ол деген не деген сөз?
әлем жаймен суық болып бітеді деген сөз. Ал әлем бітетін болса, оның басы болды деген сөз деп айтады. Ол физиканың термодинамикалық заңы бойынша осылай дәлелденген. Бұны физик ғалым сэр Джеймс Джинс айтқан екен. Және де физикада тағы да ғаламның кеңею заңы деген бар. Яғни біздің ғаламымыз кеңейіп жатыр екен, жаймен кеңейіп жатыр екен. Оны бірінші Весто Мельвин Слайпер деген кісі 1913 жылы дәлелдеген. Содан кейін ол теорияны дамытқан Эдвин Хаббл деген кісі 1929 жылы бұл да осыны дәлелдейді. Яғни не деген сөз? Олар жұлдыздарды зерттейді. Жұлдыздарды зерттейді, сосын жұлдыздар бізден алшақтап баратқанын көреді. Бұны бірінші жаңағындай Весто Мельвин Слайпер көреді бірінші. Ал Эдвин Хаббл болатын болса, бұл жұлдыздар тек қана бізден емес, бір-бірінен алыстап жатқанын көреді. Бір-бірінен де алыстап жатқанын көреді. Яғни бұл не деген сөз? Біздің ғаламымыз, біздің әлеміміз кеңейіп жатыр деген сөз дейді. Ал кеңейіп жатыр деген сөз, яғни ол басында кіші болды да қазір кеңейіп ақыр соңында бітеді деген, яғни қозғалыс бар деген сөз дейді. Ол деген сөз әлемнің басы бар деген сөз деп айтады бұл ғалымдар. Жаңағындай Слайперда, Хабблда бұлар әлемнің басы бар екендігін осылайша дәлелдеген. Және де бір таңқалатын нәрсе, бұл туралы Құранда айтқан Зарият сүресінің 47-ші аятында Алла субханала тағала айтады: "Уассамаа банайнаха биайдин ва инна ламусиун" деп айтады Аллах табарак ва тағала. 15 ғасыр бұрын айтқан сөзі. Уассама банайнаха, біздер аспанды күш құдіретпен құрастырдық деп айтып тұр Алла субханала тағала. Ва инна ламусиун, және де біз аспанды кеңейтеміз деп тұр. Біз аспанды кеңейтеміз деп тұр. 15 ғасыр бұрын қазіргі 20-шы ғасырда ғалымдар дәлелдеген нәрсені Құранда айтылып жатыр. Яғни бұл расында бір таңғалдыратын нәрсе. Бұл неге дәлел? Ғаламның, әлемнің басы бар екендігіне дәлел. Ал біздер айтқандай әрбір басы бар нәрсенің бастаушысы бар. Әрбір жаралған нәрсенің жаратушысы бар. Әрбір істелген нәрсенің істеушісі бар. Және де бұл Аллах табарака ва тағаланың бар екендігіне дәлел. Ал енді судфаға қарайық. Судфа деген әлем кездейсоқ пайда болды, өз-өздігінен пайда болды деген нәрсеге қарайық. Аллах субханала тағала бұның мұстахил екенін айтады. Ақылға сыймайтын, мүмкін емес екендігін Құранда айтып кеткен. Енді бұны қазіргі ғалымдар қалай айтады? Мысалы математика ғалымы Эмиль Баррел бұл бір нәрсенің мүмкін еместігін қалай білеміз деген кезде ол айтады: егер де бір нәрсенің болу ықтималдығы 10 көбейту 10-ның 50 дәрежесінен асса, яғни 1 көбейту 10-ның 50 дәрежесінен асса дейді, бұл нәрсе болу мүмкін емес нәрсе. Яғни 10 50 дәрежесі. 10-ның 50 дәрежесінен асса, бұл нәрсе, яғни бір нәрсенің болу ықтималдығы осы саннан асатын болса, яғни 10-ның 50 дәрежесі дегенде бір артында 50 ноль бар сан. Артында 50 ноль бар сан. Осындай ықтималдан асатын болса, дейді, бір нәрсенің болу мүмкіндігі, онда бұл нәрсенің болу мүмкін еместігіне дәлел, яғни мұстахил нәрсе, ондай нәрсе бола алмайды деп тұр. Ал енді біздер осы біздің әлеміміз, біздің осы жер, аспандар өз-өздігінен пайда болу ықтималдығы туралы сөйлейтін болсақ, онда Хьюг Росс деген ғалым өзінің кітабында, яғни неге әлем осылай құрастырылған деген кітапта айтады: басқа планеталарда өмір болу ықтималдығы дейді. Соны зерттеп келген кезде, яғни ол математикалық түрде зерттеген, егер де аз өмір сүретін бактерияны алатын болсақ, яғни аз клеткалық ағзаны алатын болсақ, және де аз өмір сүретін бактерияны алатын болсақ, оның басқа планетада пайда болу ықтималдығы дейді, оның 300-ден 11 дәрежесі деп тұр. Субханалла. Яғни 10 артында 1 артында 311 ноль болу керек. Яғни бұл егерде жаңа Эмиль Баррелдің теориясына салатын болсақ, ол не мұстахил, мүмкін болу, яғни бір бактерия пайда болу мүмкін емес басқа планеталарда. Ал егерде көп өмір сүретін бактерияны алатын болсақ деп тұр, жаңа Хьюг Росс айтады. Ол айтады, көп өмір сүретін бактерияны алатын болсақ, бұның пайда болу ықтималдығы басқа планетада 10-ның 500-ден 56 дәрежесі деп тұр. 556 дәрежесі. Яғни бір алтында 556 ноль. Ондай санды біз жазып бітпейтін де шығармыз. Яғни 556 ноль бар бір. Осындай ықтималдығы. Яғни бұл да мүмкін емес нәрсе.
Ал адам сияқты ағзаның пайда болуы басқа планетада дейді, бұның ықтималдығы қандай дейді? 1000-50 дәрежесі деп тұр. Яғни бір артында 1050 нолі бар бір. Осындай сан ықтималдығы. Яғни бұл мүмкін емес. Басқа планетада адам пайда болуы мүмкін емес. Яғни басқа планетада адам сияқты ағзаның пайда болуы мүмкін емес деген сөз. Сондықтан осы жерде де жаратылыстың пайда болу өз-өздігінен кездейсоқ пайда болу жаратушысыз ешқандай бір қозғаушы күшсіз пайда болу мүмкін емес. Бұл Хьюго Росстың сөзі. Енді біз Дуглас Аксты қарайық. Ол кісі биология профессоры, Кембридж университетінің биология профессоры Дуглас Акс айтады. Дене, әрбір дене, адамның денесі неден тұрады? Ағза жүйесінен тұрады. Система организмов, система органов, ағза жүйесінен тұрады дейді. Ағза жүйесі ағзалардан тұрады. Органдардан тұрады. Ағзаның өзі ұлпалардан тұрады. Ұлпа деген ткань. Сол ұлпалар клеткадан тұрады дейді. Клеткалар молекулалардан тұрады. Молекулалардың ішінде атомдар бар. Атомдардың ішінде нутриенттер бар. Нутриент жаңа протеин, көмірсу, және де май. Енді ол айтады, протеиннің кездейсоқ бір протеин, яғни қараңыз, бізде бір дене бар, дене ағза мүшелерінен тұрады, ағза мүшелері ағзалардан тұрады, ағзалар ұлпалардан тұрады, ұлпалар клеткалардан тұрады, клеткалар молекулалардан, молекулалар атомнан, атомдар нутриенттерден тұрады. Нутриенттердің түрі бар. Сол нутриентті бір протеиннің кездейсоқ пайда болу ықтималдығы дейді, мүмкіндігі дейді. 10-74 дәрежесі дейді. Яғни бір артында 74 нөл дейді. Яғни бұл да мүмкін емес нәрсе. Яғни кездейсоқ пайда болу, қараптан қарап. Ал бір клеткада ол бір протеиннің пайда болуы. Бір протеиннің пайда болуы осындай ықтималдық, яғни 10-74 дәрежесі. Ал бір клеткада, себебі біздер айттық, клетка неден тұрады? Молекулалардан, атомдардан, атомдар нутриенттерден тұрады. Енді сол клетканың ішінде неше протеин бар деп айтатын болсақ, 100 миллион протеин бар. Бір клетканың ішінде 100 миллион протеин бар. Ойлап көріңіз, енді бір клетканың пайда болу ықтималдығы неше болатындығын. Ал денеде неше клетка бар дейтін болсақ, шамамен 3,7-ні 10-ға көбейтеміз да, сол 10-ның 18 дәрежесіне көбейтеміз. 10-ның 18 дәрежесіне көбейтеміз. Яғни 3 миллиард, немесе одан да көп, 370 миллиард клетка бар екен. 370 миллиард клетка бір денеде бар. Яғни енді сондай дененің пайда болу, кездейсоқ пайда болуының ықтималдығы тіпті мүмкін емес деп тұрмыз. Бұны не? Дуглас Акс, жаңағыда Кембридж университетінің биология профессоры айтады. Сондықтан бұл расында Құранның ақиқат екендігіне дәлел. Құранда келген нәрсенің ақиқат екендігіне дәлел. Және бұл нәрсені жоққа шығару, бұл адамның осындай ғылыми факторларды қабылдамауы, және де тәкаппарланып ақиқатқа бойсұнбағаны болып есептеледі. Және де тағы да қарайтын болсақ, сэр Фред Хойл деген кісі бар. Ол өзі Кембридж университетіндегі профессор, астроном, космолог және математик. Бұл айтады, тіршілік, тірі нәрсе, өлі материядан пайда болу ықтималдығы бір санның артында 40.000 ноль бар сан болу керек дейді. Яғни оның артында 40.000 ноль дейді. Яғни өлі материядан тіршілік пайда болу ықтималдығы. Яғни бұл мүмкін емес нәрсе. Және де ол айтады, сол сэр Фред Хойл айтады, бұл Дарвин және оның теориясын күл-тасқан шығарып көміп тастауға жеткілікті факт деп тұр. Бұл сөзіміз, яғни өлі нәрседен, өлі материядан тіршілік пайда болуының ықтималдығы бір артында 40 нөлден тұратын сан болатын болса, бұл бізге Дарвин және оның теориясын көміп тастауға жеткілікті нәрсе деп айтып тұр. Кім айтады? Жаңағындай Кембридж университетінің профессоры, астроном, космолог, математик сэр Фред Хойл айтады екен. Және де ол айтады, бұл әлем кездейсоқ пайда болу деген сөздің мағынасы
деген сөздің мағынасы, яғни әртүрлі жаңағындай мусор деп айтады ғой, жаңағындай свалка, яғни әртүрлі адамдар лақтырған нәрселердің үстінен торнадо өтеді дейді. Яғни қатты жел өтеді, құйын өтеді, жел құйыны өтеді. Содан кейін, сол жел құйынынан кейін, сол мусордан бізге Boeing 747 шығарып беру керек дейді. Осындай ықтималдығы деп тұр. Яғни бұл мүмкін емес нәрсе деп тұр. Бұл мүмкін емес нәрсе. Сондықтан осы нәрсе, яғни біздің әлеміміз, біздің жаратылысымыз, осындай заңдарға бағынатын жаратылыс, осындай табиғи құбылыстары бар жаратылыс өздігінен кездейсоқ пайда болды деген сөздің ақылға сыймайтындығына дәлел. Және де бұлар айтады, сендер Аллахқа қалай сенесіздер, бұл ақылға сыймайды деп айтады да, бізге айтады, өздерінің бірақ теориясы, өздерінің ол теория, және де Дарвин ол теория, яғни әлі дәлелденбеген нәрсе ол нәрсе. Өздерінің яғни идеологиясына қайтатын болсақ, бұл тіпті мүмкін емес, ақылға сыймайтын нәрсе ол. Ақылға сыймайтын нәрсе. Сондықтан батыс ғалымдарының ақылдылары бұл нәрсені қабылдамаған. Осылайша біз Абдурахман ас-Саади рахматуллахи алейхи келтірген осы бірінші дәлелді осылайша түсіндіруге тырыстық. Ары қарай Абдурахман ас-Саадидің рахматуллахи алейхи айтқан сөзін оқып көрейік. Ол айтады рахимахулла: ثم يعني عبد الرحمن الساعدي هذا ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته. Содан кейін дейді, сен осыны білгеннен кейін Аллахтың кең мейірімділігіне қара деп тұр. Оның мейірімділігі бүкіл әлемді қамтыған дейді. Және де бүкіл махлуқаттарды әртүрлі кезеңдерде және де әртүрлі халдерде қамтыған деп тұр Абдурахман ас-Саади. Фабирахматихи аужадал махлуқат. Себебі Аллах тағала бұл махлуқаттарды өзінің мейірімділігімен жаратты дейді. Вабирахматихи абқаха ва хафизаха. Және де өзінің мейірімділігімен бұл махлуқаттарды осы жерде қалдырды және де сақтап қойды. Вабирахматихи амаддаха бикулли ма тахтажу илейхи. Және де өзінің мейірімділігімен бұл махлуқаттарға қажет нәрсенің түгелін беріп қойды дейді. وأسبغ عليها النعمة الظاهرة والباطنة дейді. Және де Аллах табарака ва тағала бұл махлуқаттарға және сыртқы көрінетін мейірімділіктерді және де жан дүниесіне берілетін мейірімділіктерді аямай берген деп тұр. التي لا يمكن أن يخلو مخلوق منها طرفة عين وهي متنوعة عليها من كل وجه дейді. Аллахтың нығметтерінен ешбір махлуқ шығуы мүмкін емес дейді. Және де ешбір махлуқ бір көзді ашып жұмғанша уақытта бұл нығметтерден жаңағындай тыс қалмайды деп тұр. Және де бұл нығметтер сан түрлі болады деп тұр. Солардың бірі ниъамут та'лим ли умурид-дин ва дуния. Бір нығметтердің бірі Аллах субханала ва тағала адамдардың түгелдеріне, адамдардың түгелдеріне дін үйрену және де дүние үйрену нығметін берді. Яғни адам өздігінен хайуаннан айырмашылығандай, бұның ақылы бар, үйрене алады, дінді де үйрене алады, дүниені де үйрене алады. Бұл Аллахтың нығметі. وَنِعْمُ الْعَافِيَةِ لِلْعَبْدَانِ عُمُومًا وَلِكُلِّ عُضْوٍ وَقُوَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوص. Және де Аллах табарака ва тағала бізге денсаулықты беріп қойды. Яғни толық денемізге немесе әрбір ағзаға берген денсаулық бұл Алла субхана тағала мейірімділігі деп тұр. وَنِعْمُ الْأَوْلَادِ وَالْأَهْلِ وَالْأَتْبَاعِ. Және де бізге берген нығметтерден бала-шаға нығметі, әйел нығметі, отбасы нығметі, және достар нығметі, бұл да Аллах нығметі. وَنِعْمُ الْأَرْزَاقِ الْوَاسِعَةِ وَنِعْمُ الْحُرُوثِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ. Және де Аллах табарака ва тағала бізге кең ризықтар беріп қойды. Ризық көздері өте көп қылып қойды. Бұл да Аллахтың нығметі. Және де Аллах табарака ва тағала бізге, яғни жер өңдеуге, жерден әртүрлі көкөністер, жемістер шығару нығметін берген дейді. وَنِعْمُ الْمَوَاشِي وَأَصْنَافِ الْمُتَنَوِّعَةِ дейді. Және де Аллах وَأَصْنَافِ الْأَمْتِعَةِ дейді. Және де Аллах субхана ва тағала бізге төрттілік малды жеңілдетіп қойды. Біз оны қолданамыз дейді. Және де әртүрлі біздің өмірімізге қажет нәрселерді бізге беріп қойды. Оны да нығмет. وَنِعْمُ الدُّورِ وَالْقُصُورِ. Аллах табарака ва тағала бізге яғни жер, қалалар, ел деген нәрсені Аллахтың нығметі ол. Яғни біздің жеріміз бар, отанымыз бар,
біздің халқымыз бар, бұл да Аллахтың нығметі дейді. Дейді. Және Аллах табарак ва тағала бізге әртүрлі ләззаттанатын нығметтерді де осы дүниеде беріп қойды дейді. Және Аллах табарак ва тағала бізге берген нығметтердің түрлерінен біздер өзімізге пайдалы нәрсені келтіре аламыз. Себептер алатын болсақ, бұл да Аллахтың нығметі. Және де біздің үстімізге қауіп төніп тұрса, біз ол қауіпті итере аламыз. Бұл да Аллах субхана тағаланың нығметі. Бұл қауіптен шыға аламыз. Күллу залика дейді Абдурахман ас-Саади ядуллу акбара далалатин аля ухданияти موليها ومسديها والمتفضل بها وعلى سعة كرمه ووجوب شكره والخضوع له وإخلاص العمل له дейді. Бұның түгелі бізге үлкен дәлел, ең үлкен дәлелдердің бірі болады. Не нәрсеге? Бұл нығметті берушіге және бұл нығметті бізге сыйлаушының жалғыздығына осы дәлел болады. Және де бұл сыйлаушының, яғни Аллах табарак ва тағаланың жомарттылығының кеңшілігіне дәлел болады. Және де біз оған шүкір қылу міндеттіміз, соған дәлел болады. Және де оған бойсыну керек, және де оған ықыласты түрде тек қана оған ғана құлшылықты арнау керек деп Абдурахман ас-Саади айтып тұр. Және де одан кейін келесі аяттарды келтіріп тұр. Афаман яхлуқу каман ла яхлуқ. Жарататын Аллах жаратпайтын махлуқаттармен бірдей бола ма деп тұр. Басқа аятта Аллах табарак ва тағала айтады: "Ва бикум мин ниъматин фамин Аллах." Сендерде болған нығметтердің түгелі тек қана Аллахтан дейді. "Сумма иза массакумуд-дурру фа илейхи таджарун" дейді. Және де сізге бір зиян, зақым келетін болса, сіздер Аллах табарак ва тағаладан жалбарынып сұрайсыздар, сол жамандықты сізден кетіру үшін деп Аллах табарак ва тағала Нахл сүресінің 53-ші аятында айтады. Яғни бұл түгелі расында бұл нығметтердің барлығы бұл манағы далилул хидая, яғни біз алдыңғы аптада өткен дәлелдің бір түрі. Яғни далилул хидая деген Аллах субхана ва тағала әрбір махлуққа, әрбір жаратылысқа өзінің тіршілігіне керек қажет нәрселерді беріп қойғаны. Келесі Абдурахман ас-Саади айтады: "Сумманзур ахвалал муттаррин ал-вақиин фил махалик вал мушрифин аля ал-ахтар вал баисин мин фақрихим al-mutqi' أو مرضهم الموجع وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم." Содан кейін деп тұр шейх Абдурахман ас-Саади, қиыншылыққа түскен адамдардың халін қара дейді. Зерттеп көр, ойланып көр деп тұр. Және де әртүрлі қиыншылыққа түсіп, әртүрлі кедейшілікке түсіп, және де әртүрлі ауруларға түскен адамдардың ахуалдарын қара дейді. Не үшін дейді? Ахуалдарын қара деп тұр. Не үшін дейді? Себебі бұл ахуалдар, бұл жамандықтар, бұл қиыншылықтар, бұл аурулар оны не нәрсеге итермелейді дейді? Не нәрсеге итермелейді? Өзінің Раббысына, Құдайына, жаратушысына, және де яғни Аллахқа жалбарынуға итермелейді дейді. Яғни бұл нәрсе біздің фитрамызда бар нәрсе. Фитра туралы әлі де сөйлейміз иншаллаху тағала. Яғни фитра дегеніміз бір табиғи инстинкт. Қиыншылыққа түскен адам өздігінен басқа осындай жамандықтан, қиыншылықтан шығатын жолды таппаған адам тек қана бір себепті табады, ол Аллахқа жалбарыну. Бұл нәрсе бүкіл адамның жүрегінде, бүкіл адамның фитрасында, инстинктінде бар нәрсе. Соны ойланып көр деп тұр Абдурахман ас-Саади. "Даина муфтақирина ва саилина лаху мустаътина" дейді. "Фаюджибу даъватихим ва якшифу курубатихим ва ярфау дуруратихим" дейді. Олар осындай қиыншылыққа түскен кезде тек қана Аллахтан сұрайды. Тек қана Аллахтың алдында Аллахқа мұқтаж екендігін сезіп, Аллах субхана ва тағаладан сұрайды, дұға қылады дейді. Сол кезде Аллах субхана ва тағала оларға дұғаларына жауап береді, қиыншылықтарын шешіп береді. Және де олардың ауруларын, және де бәлелерін бастарына көтеріп береді дейді Аллах субхана ва тағала. "Алейса фи хаза акбару бурханин аля вахданиятихи ва саати илмихи ва рахматихи ва дақиқи лутфихи ва аннаху малджаул халиқати куллиха." Бұл нәрсенің түгелі Аллах табарака ва тағаланың жалғыздығына, және де оның ілімінің, және мейірімділігінің кеңшілігіне, және де оның мейірімділігінің қандай мықтылығына,
және де бүкіл жаратылыстар оған ғана мұқтаж екендігіне дәлел емес па дейді. Ең үлкен дәлел емес па осы нәрсе, егер ойланып көретін болсақ дейді. وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْبُرْهَانِ الْعَقْلِ بِقَوْلِهِ. Аллах субхана ва тағала бұл дәлел туралы Құран-ы Кәрімде қалай айтқан? أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Аллах табарак ва тағала айтады, қиыншылыққа түскен адамның дұғасына кім жауап береді? Және де оның басына түскен бәлелерді кім көтеріп береді? Сендерді жерде басшылар қылып қойған кім дейді? Аилаху маалла, Аллахтан басқа құдай ма? Аллахтан басқа құдай осы нәрсеге құдіреті жете ма деп тұр. Та'аля Аллаху амма юшрикун. Аллах табарака ва тағала бұлар серік қосып жатқан, Аллахқа серік қосып жатқан нәрселерден Аллах пәк деп тұр. Яғни адамдар осыны біліп тұр. Дұғаларға жауап беруші Аллах, бәлелерді бастан кетіруші Аллах. Адамдарға осы жерде өмір сүруге мүмкіншілік беріп қойған Аллах екенін біледі. Неге олар Аллахтан басқа біреуден сұрайды? Неге олар Аллахтан басқа біреуге құлшылық қылады деп Аллах субхана тағала Аллаху амма юшрикун деп тұр. Аллах бұлардың серік қосып жатқан нәрселерден пәк деп тұр. Басқа жерде Аллах субхана тағала айтады Құранда: لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Адамдар қиыншылыққа түскен кезде қандай дұға қылады Аллах субхана тағалаға? Сен бізді осы қиыншылықтан шығарсаң, біздер саған шүкіршілік қылушылардан боламыз деп дұға қылады Аллах субхана тағала. Ал Аллах бұларды қиыншылықтан шығарғаннан кейін бұлардың халі қандай болады? Бұлар жерде ақысыз зұлымдық жасап жүреді. Жерде ешқандай әділетсіздікпен, яғни жерде әділетсіздік жасап жүреді деп Аллах субхана тағала айтады. Яғни бұл не деген сөз? Қиыншылыққа түскен адам қанша әділетсіз болсын, қанша күнәһар болсын, қанша діннен алыс болсын, бәрібір қиыншылыққа түскен кезде ол Аллахтан сұрайды. Бірақ Аллах көмектескеннен кейін оның бәрін ұмытады да қайтадан өзінің әділетсіздігіне, күнәсына қайтадан бата береді деген сөз осы аяттан түсініледі. وهذا النوع деп айтады Абдурахман ас-Саади, هو تخليص المضطرين قد شاهدته الخليقة بأعينهم ورأوا من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى وهذا يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته деп тұр. Бұл дәлелдің түрі, яғни қандай дәлелдің түрі? Аллах субхана ва тағала қиыншылыққа түскен адамдар егер оған дұға сұрайтын болса, Аллах субхана тағала ол дұғаға жауап беруі, осы дәлел өзі, ол дәлел болып есептеледі, Аллахтың бар екендігіне дәлел болып есептеледі. Бұл дәлелді бүкіл жаратылыс өз көздерімен көрген деп тұр. Және де көптеген жерлерден, яғни көптеген хабарлардан, санап бітпейтін хабарлардан естіген дейді. Және де ол дәлел Аллахтың бар екендігіне итермелеу керек адамды, Аллахтың бар екендігін бекітуге, және де оны қабылдауға итермелейді, және де Аллахтың жалғыздығын қабылдауға итермелейді деп Абдурахман ас-Саади айтады. Ары қарай айтады: «Фанзуру иля халатил муттарин إذا كربتهم الشدائد وأزعجتهم النوائب كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله». Сен бұлардың халін қарап көр, қиыншылыққа түскен адамдар. Қиыншылықтар оларды қатты қысып жатқан кезде жүректері қалайша Аллах тағаламен байланатынына қара деп тұр. وألسنتهم مليحة في سؤاله وأفئدتهم متشرفة لنواله. Олардың жүректері осындай қиыншылық оларды қысқан кезде жүректері тек қана жалғыз Аллахпен байланады деп тұр. Тілдері тек қана Аллахтың сұрауымен ғана болады деп тұр. Және де жандары қатты Аллах субхана тағаланың жауабын күтіп тұрады деп тұр. Ла тальтафиту аниллахи ямнатан ва ла ясратан дейді. Жүректері бір мезетке оңға немесе солға Аллах тарапынан бұрылмайды деп тұр. Неге ол? لعلمها الضروري أنه وحده كاشف الشدائد فارج الكربات لا ملجأ للخليقة إلا إليه ولا معول لهم إلا عليه. Не үшін олар осылай өздерінің сезімдері сондай? Қарасаң шынымен өздері сондай. Не үшін дейді? Себебі олардың инстинкті түрде
фитри түрде бар ілімі қандай, білімдері жүректерінде бар ілімі, сол іліммен туылатын ілімі қандай, Аллахтан басқа бұл қиыншылықтарды ешкім көтере алмайды, Аллахтан басқа бұл бәлелерден ешкім құтқара алмайтыны бүкіл мақлуқтың жүрегінде бар нәрсе. Сондықтан бұлар тек қана Алла субханала тағаладан сұрайды. Сондықтан бұлар тек қана Алла субханала тағаладан сұрайды. Фахал хадихи, яғни Абдурахман ас-Саади жалғастырып жатыр, айтады: فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها وأنه النافع الضار وأن ملكوت كل شيء بيديه وهل ينكر ذلك إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة деп тұр. Бұның түгелі не үшін болып жатыр дейді? Себебі мақлуқаттардың түгелі осындай жибилля, осындай фитрамен жаралған. Қандай фитра? Раббыларын жалғыздығын мойындау фитрасы, және де Раббылары тек қана зиян мен пайданы алып келетін тек қана сол Аллах екендігі, соны мойындайды әрбір адам, және де бүкіл мүлк иесі, және де бүкіл мүлк тек қана Аллахтың екі қолында екендігі осыны мойындау бүкіл жаратылыстың жүрегінде бар инстинкт, фитра деп тұр. Және де бұны жоққа шығарушы тек қана фитрасы бұзылған адам, инстинкті бұзылған адам дейді. Не нәрсемен бұзылуы мүмкін? Немесе әртүрлі деструктивті идеологиялармен бұзылған, ақаидul фасида, немесе әртүрлі шахуани нәрселермен бұзылған деп Абдурахман ас-Саади айтып тұр. وانظر إلى فقر الخلائق إلى ربهم في كل شيء فهم فقراء إليه في الخلق والإيجاد وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد وفقراء إليه في جلب جميع المنافع وفقراء إليه في دفع المضار. Және де адамдардың қандай мұқтаж екендігін қара дейді. Мақлуқаттардың Раббыларына қандай мұқтаж екендігін қара. Қаншама адам бай болсын, қаншама денсаулығы мықты болсын, қаншама қасында туыс-тумаластары, достары, көмектесетін адамдары болсын, бәрібір ондай адам өзінің Раббысына қажет екендігін сезеді дейді. Бүкіл нәрседе. Тілмен айтпаса да жүрегімен бекітеді ол нәрсе. Жүрегімен бекітеді, тек қана фитрасы бұзылған адамдар болмайды болса. Не үшін? Себебі ол өз-өзін пайда қыла алмайды, өз-өзін жарата алмайды. Ол жаратушыға мұқтаж. Кім оны жаратқан? Аллах табарак ва тағала. Сондықтан өмір сүру үшін, өмірге келу үшін ол жаратушыға мұқтаж. Өмірде қалу үшін, өмірде ризқы болу үшін, өмірде бүкіл мұқтажлықтары өтелу үшін қайтадан Аллахқа мұқтаж. Жаратушыға мұқтаж. Және де бүкіл өзіне пайдалар келтіру үшін жаратушыға мұқтаж. Және де өзінен зиянды кетіру үшін жаратушыға мұқтаж деп Абдурахман ас-Саади айтыр. Фахум يسألونه بلسان المقال ولسان الحال فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآربهم إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه. Бұлар адамдар немесе тілдерімен Аллахтан сұрайды дейді, немесе өздерінің жаңағыдай халдармен, яғни состояние деп айтады ғой, өзінің халімен сұрайды. Қалайша өзінің сол мұқтаж екендігіне, өзінің әлсіз екендігіне, өзінің бұл қиыншылықтан шыға алмайтын сезінумен бұлар Аллахтан сұрайды дейді. Сонда Алла субханала тағала бұлардың сұрап жатқан нәрселерін береді, және де бұлардың қалап жатқан нәрсесіне көмектеседі. Сондықтан бұлар адамдар, жаратылыстар, егерде оларға бір қиыншылық келетін болса, біреуден сұрайтын болса, тек қана Аллахқа ғана жалбарынады. فكم كشف الضر والكروب وكم جبر الكثير ويسر المطلوب وكم أغاث ملهوفا وكم أنقذ حالكا ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهد وغناه عنهم لا ينكره إلا كل مكابر وجاحد дептір. فكم Аллах қаншама зияндарды, қиыншылықтарды, бәлелерді бізді сақтап қояды сол нәрседен, және біздің басымыздан кетіреді дейді. Және де қанша яғни жүрегі сынып жатқан адамдарды қанша Алла субханала тағала қалайша бұлардың жүректерін емдеп қойды дейді.
және де олардың талап етіп жатқан нәрселерін жеңілдетіп қойды дейді. Және де қанша қиыншылыққа түсіп сұраушыларға Алла субхана тағала жауап берді деп тұр. Және де өлейін деп жатқан, құрайын деп жатқан адамдардың қаншасын Аллах сақтап қойды дейді. Адамдардың Аллахқа мұқтаж екендігі, яғни бүкіл ахуалдарда мұқтаж екендігі бүкіл адамға айқын көрінеді деп тұр. Және де Аллахтың бұл махлуқаттарға мұқтаж еместігі, және де олардан бай екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Тек қана мукабир жахид, тек қана тәкаппар, ақиқатты қабылдамайтын адам ғана жоққа шығара алады деп тұр. ومن براهين ربوبيته ووحدانيته إجابته للدعوات في كل الأوقات فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر дейді. Және де Аллахтың жалғыз Құдай екендігіне, Рабб екендігіне, жаратушы екендігіне, және де Аллахтың жалғыздығына дәлел болатын үлкен дәлелдердің бірі, барахиндардың бірі дейді, Аллахтың махлуқаттарға әрбір уақыттарда жауап беру, дұғаларына жауап беру дейді. Махлуқаттар, яғни адамдар, Аллах табарак ва тағала қаншама адамдарға сұрақтарына, және де қаншама адамдардың дұғаларына жауап беріп жатқанын санап өте алмайды деп тұр. Қаншама адамдарға Алла субхана қаншама адамдардың дұғасына жауап беріп жатыр. Ол адамдар салихалы болсын, күнәһар болсын, мұсылман болсын, не мұсылман емес болсын. Аллах мұсылман еместің дұғасына да қабыл етеді. Мұсылман еместің де дұғасын қабыл етеді. تحصل للعباد المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته. Адамдарға қаншама пайдалар, қаншама жаңағындай жеңілдіктер келіп жатыр дейді. Және адамдар бұл жеңілдіктердің қандай себептермен оларға келгенін білмейді дейді. Мен не үшін маған мынандай жеңілдіктер келді? Не үшін маған мынандай сыйлықтар келді? Не үшін маған мынандай нығметтер келді? Білмейді себептер. Тек қандай бір себепті ғана біледі. Не? Сиуат дуа. Тек қана Аллахтан дұға қылғаным ғана дейді. Уаттамаи фи фадлиллахи ва раджаи рахматихи. Және де Аллахтың мейірімділігіне үміттенудан басқа себепті табылмайды. Мен Аллахтан сұрадым, Аллахтың нығметіне үміттендім, және де осы келіп жатыр. Басқа себеп жоқ. Басқа себеп алмадым дейді. Тек қана дұғадан басқа дейді. Және де бұны қанша көріп жатырық біз. Қанша көріп жатырық, және де үлкен ағалар да қаншама үлкен жетістікке жеткен, жаңағындай бизнеста жетістікке жеткен адамдарда ол нәрсені біледі. Аллахтан сұраймын дейді. Аллах береді дейді. Ол сезеді ол нәрсені. Және де әрбір адам оны сезеді. وهذا برهان مشاهد في كل الأوقات لا ينكره إلا مباحث جاحد. Және бұл дәлел әрдайым адамдардың көзінде айқын болатын дәлел дейді. Яғни қаншама адамдар дұға сұрайды, Аллах дұғасына жауап береді дейді. Және бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Тек қана ақиқатты көре тұра тәкаппарланған адамнан басқа деп Абдурахман Саади айтыр. يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. Адамдар Аллах субхана ва тағалада дінде керек нәрсесін сұрайды, Аллах береді. Яғни Аллах Құран жаттауды маған жеңілдет десе, Аллах субхана ва тағала береді. Өзімнің басымнан өткен оқиға, мен 2014 жылында Мединаға келген кезде умрада қатты Аллах табарака ва тағаладан сұрағанмын жамияға түсуге, жамия исламияға түсуге. 2014 жылы майда келдім. 2014 жылдың сентябрінде маған жамияға түстің деген жауап келіп тұр. Жамияға түстің деген жауап келіп тұр. Яғни бұл бір ғана мысал, онда мысалдар көп, тек қана менде емес, бүкіл адамдарда ол мысал бар. Дүниедегі нәрселерін сұрайды дейді Абдурахман Саади, Аллах субхана тағала жауап береді дейді. Сондықтан Бақара сүресінде Аллах ал дейді: "Фаминан наси ман яқулу роббана атина фид дуния ва ма лаху фил ахирати мин халақ, ва минхум ман яқулу роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар, улаика лахум насибун мимма касабу" дейді. Адамдардың арасында былай дұға қылатындар бар дейді. Ей Раббым, маған осы дүниеде берші деп сұрайтындар бар дейді. Бұларға ақырет күні ешқандай бір несібе болмайды деп тұр. Ал адамдардың арасында қандайлар бар дейді. Ей Раббым, маған осы дүниеде жақсылық бер, және де ақырет күнінде де жақсылық бер, және де мен тозақ азабынан құтқар деп дұға сұрайтындар бар дейді. Фаулайка лахум насибун мимма касабу. Осыларға
несібе осы дүниеде де арғы дүниеде де бар деп Аллах табарак ва тағала айтады. Сондықтан бұл дұғаға жауап беру дегеннің өзі үлкен Аллах бар екендігіне дәлел болып есептеледі. Және де бұны адамдар сезеді. Мұсылман болсын, мұсылман емесі болсын, салихалысы болсын, күнәһары болсын, бүкілі сезеді. Сондықтан дұғаны испат қылу, бекіту, дұғаның қабыл болуының испаты бекітілуі екі жолмен бекітіледі. Ол тәжірибе. Яғни тәжірибе дегенде өз басыңнан өткен оқиғалар. Қаншама сен өзің сұрайсың Аллах табарак ва тағаладан, Аллах саған береді. Бұның барлығы не? Тәжірибе дейді. Екінші хабар. Хабар дегенде басқа адамдардан келеді. Мен дұға қылдым, Аллах қабыл етті. Мен дұға қылдым, Аллах қабыл етті. Қаншама адамдар келеді. Бұның және бұл хабарлар не? Мутаватир дәрежесіне жетеді. Яғни мутаватир деген не деген сөз? Яғни бұл адамдардың санын шектей алмайсың бір санмен. Сондықтан бұның түгелі өте қатты дәлел не? Дұғаның қабыл болатынына дәлел. Ал дұға қабыл болатын болса, яғни тәжірибеден өзің сезіп жатсың. Және де саған мутаватир хабармен келіп жатыр. Яғни саны шексіз хабарлар, саны шексіз кейстар деп айтайын ба, яғни адамдардың жағдайлары болып жатыр сондай. Олар айтады, дұға қылдым, жауап берді Алла субхана тағала дейді. Яғни дұға қабыл болып жатыр деген сөз ол. Егер дұға қабыл болып жатса, бұл жерде дұға қабылдаушы, дұғаға жауап беретін, білімді, құдіретті бір нәрсе бар деген сөз. Одан нәтиже қандай? Одан нәтиже қандай? Жаратушының бар, Аллах табарак ва тағаланың жалғыздығы және Аллах табарак ва тағаланың дұғаның қабылдап жауап беретіндігіне дәлел болып осы есептеледі. Баракаллаху фикум. Және де кейбіреулер айту мүмкін, осы жерде шубха, яғни күмән. Біреулер айтады, қанша дұға қылдым, Аллах жауап бермейді дейді. Яғни содан кейін ал деп айтқысы келеді. Яғни Аллах жоқ. Мен дұға қылдым, Аллах жауап бермейді дейді. Тойып, осындай структурада келген яғни логикалық гипотеза дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ, ол дұрыс емес. Неге? Себебі дұғаға жауап беріліп яғни дұғалар қабыл болып, оларға жауап келіп жатқандығы, бұл нәрсе неге дәлел? Дұғаға жауап беруші бар екендігіне дәлел болады. Алайда егер де кейбір дұғаларға жауап келмейтін болса, бұл дұғаға жауап беруші жоқтығына дәлел болу мүмкін емес. Яғни қалай? Мысалы, менде мысалы 1000 реал бар. 1000 реалым бар. Мен ол 1000 реалды, яғни немесе айтайын 10.000 реалым бар. Мен 1000 реалымды алдында 10 мискинге тарат бердім, яғни 10 кедейге тарат бердім. Бұл не нәрсеге дәлел? Менде ақша бар екендігіне дәлел, дұрыс па? Бірақ мен 10 мискиннің ортасынан өтіп, арасына ешкімге ақша бермесе, менде ақша жоқтығына дәлел ма? Бұл мүмкін емес. Түсінікті ма? Яғни мен біреуге ақша берсем, менде ақша бар екендігіне дәлел, бірақ мен біреуге ақша бермесем, менде ақша жоқ екендігіне дәлел емес. Дұрыс па? Яғни менің жомарт еместігіне дәлел болуы мүмкін, бірақ ақша жоқ екендігіне дәлел болуы мүмкін емес. Дәл сол сияқты дұға жауап беріліп жатса, ол дұғаға жауап берушісі бар, Аллах бар екендігіне дәлел. Кейбір дұғаларға жауап келмей жатса, бұл дұғаға жауап беруші жоқ дегенге дәлел болмайды, есептелмейді. Бұл логикалық дұрыс емес нәрсе. Яғни бұл логикалық истидлал, яғни дәлел дұрыс емес, қате. Және де біздер дұғаға жауап беру дәлелін айтқан кезде, Абдурахман Саади да бізде айтқан кезде, біздер айтпаймыз, әрбір дұғаға Аллах жауап береді деп ешкім айтпайды. Әрбір дұғаға Аллах жауап береді деп ешкім айтпайды. Сондықтан бұндай дәлелмен, яғни дұғам жауап беріліп жатыр, сондықтан Аллах жоқ деген дәлел, ол дұрыс емес болады. Себебі ешқандай бір ақыл иесі айтпайды, әрбір дұғаға Аллах жауап береді деп ешкім айтпайды. Не шариғатта айтпайды, не ақылда айтпайды ол нәрсені. Және де дұғаның қабыл болуын шарттары бар шариғатта. Және де кейбір дұғаның қабыл болуына тосқауылдар болады. Мысалы, адамның харам жеуі. Яғни әйгілі хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады, яғни бір кісі шаң-шаң, үсті лас, сапарда жоғалып қалған, қолдарын аспанға көтеріп, я роб деп сұрап жатыр дейді. Қараңыз, бүкіл себептерді алған, бүкіл себеп. Біріншіден, сапар дұға қабыл болу себебі.
екіншіден өзінің жаңа мұқтажылығын көрсетіп тұр, қандай шаң, үсті лас, және де мұқтажылығын қалай көрсетіп тұр, қолын көтеріп жатыр, тағы да дұға болу, қабыл болу себебі. Және де я роб, ей рабым деп жатыр, ол да дұғаның қабыл болу себебі. Бірақ та пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді: "Ва машрабуху харам, ва ма'калуху харам, ва малбасуху харам, фа анна юстажабу лизалика" дейді. Бұның кигені харам, жегені харам, ішкені харам. Ондай адамға кім жауап береді деп тұр. Яғни дұғаның қабыл болуынан тосқауылдардың бірі осы адамның харам заттарды жеп, харам нәрседен киінуі. Сондықтан ешкім айтпайды, әрбір дұға қабыл болады деп ешкім айтпайды. Сондықтан бұл дәлел дұрыс емес дәлел. Және де исламда тағы да дұға сұраған адам әрдайым сұраған нәрсесіне жетеді деген нәрсе жоқ. Яғни не деген сөз? Адам сұрайды, бір нәрсе сұрайды, бірақ Алла субхана тағала одан жақсырақ беруі мүмкін. Дәл сол сұраған нәрсені беруі мүмкін, ол сұраған нәрседен төмен нәрсені беруі мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан бұл дәлел, жаңағыдай, бұл күмән, шубха дұрыс емес күмән болып есептеледі, және де логикалық қате болып есептеледі. Осымен бүгінгі сабақты бітіреміз. Аллаху а'лам. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.